Келесі органелла бізде бұл рибосома. Рибосома бізде бұл өте ұсақ, көлемі өте кішкентай органелла. Цитоплазмада орналасады. Бұның негізгі қызметі бізде белокты синтездеу. Белок синтезіне қатысады. Яғни бізде бастапқыда айтқан ядрошықтың ішінде орналасады деген рибосомалық ДНК бар. Бұл рибосомалық ДНК-ны айттық, біз рибосомалық РНК-ға айналады деп. Енді осы рибосомалық РНК осы жерде бізде негізгі қызмет атқарады. Яғни трансляция деген процесс бар. Трансляция деген процесс бұл бізде белоктың синтезінің процесі болып саналады. Яғни механизм алдағы уақытта біз талдайтын боламыз. Бұл кезде осы рибосомалық РНК бізде мына жерде отырады. Осы жерде отырады да, каждый амин қышқылы келеді. Сол амин қышқылдарының аралығындағы андай бір пептидтік байланысты катализде отырады. Яғни бұда біз осындай бір таяқша болады дейтін болсақ, әрбір келген амин қышқылдарының арасын осындай пептидтік байланыспен байланыстырып беріп отырады да, нәтижесінде, например, 20 түрлі амин қышқылы болуы мүмкін, 50 амин қышқылы болуы мүмкін. Например, 50 амин қышқылы болатын болса, оның нәтижесінде бізде инсулин деген гормон түсіреді. Яғни бір гормон, бір ген, немесе бір гормон, бір белок деген бетл-татумның осындай гипотезасына сәйкес келеді. Енді бұл оның бірінші қасиеті болып саналады, яғни трансляция деген процеске қатысуы. Сонымен қатар бізде айтамыз, рибосомада екі түрлі осындай суббірліктері бар. Бірі үлкен суббірлігі, екіншісі кіші суббірлігі. Кіші суббірлігі жаңағыдай 30 субединицадан тұратын болса, ал үлкен суббірлігі 50 субединицадан тұрады. Нәтижесінде бізде мына жақта ақпараттық РНК келеді, бір белгілі бір белок туралы ақпаратты алып келеді. Мысалы, мына инсулин туралы ақпаратты алып келеді да, осы жерге келген кезде, уже рибосома сол ақпаратты алып, одан белок жасауға дайын тұрады. Например, бізден ядроның ішінен осылай бір ақпараттық РНК шықсын. Ақпараттық РНК шығады. Шыққанның кезде осы жердегі цитоплазмада жүрген рибосоманың үлкен кіші суббірлігі бір-бірімен келіп байланысады, ақпараттық РНК ортасында қалады. Сөйтіп, мынау рибосомалық РНК келеді да, каждый амин қышқылдарының арасына полипептидтік байланысты орнықтырып беріп отырады. Сонымен қатар бізде рибосомада қазіргі кезде негізгі қызметі бар, яғни функциясы адам өміріндегі маңызы, бұл антибиотиктерді жасауда маңызды рөл атқарады. Яғни кез келген айттық біз, барлық жасушалардың құрылымы бірдей деп. Яғни микроорганизм болсын, бактерия болсын, микроб болсын, немесе жаңағы адам организмінде жасушаларда болсын, оның құрамында рибосома бар. Соған байланысты антибиотиктерді ойлап табатын кезде осы рибосоманың суббірліктеріне қарсы белоктарды, то есть суббірліктеріне қарсы белоктарды жасау арқылы, соларға қарсы препараттарды жасау арқылы мына белоктарды рибосоманың белгілі бір бөлігіндегі суббірліктерін тоқтатып тастайды, нәтижесінде рибосома түсірмей қалады да, ол антибиотиктің ары қарайғы интоксикациялық әсерін бере алмай қалады. Келесі айтатын органелла бұл бізде эпата, яғни эндоплазмалық ретикулум немесе эндоплазмалық тор. Бұл бізде ядроның, мысалы, мына ядроды алатын болсақ, ядроның айналасында осылай микрожүйе құрып жатады, яғни қуыстар. Осы эпатаны біз екі түрі болады. Біріншісі бұл грануляциялық эпата болатын болса, екіншісі агрануляциялық эпата, яғни эндоплазмалық тор. Грануляциялық агрануляция бұл бір-бірімен айырмашылығында, яғни сыртқы көрінісінде, бұл жерде грануляциялық эпатаның сыртында осындай түйіршіктер, яғни грануляциялардың болуымен айқындалады. Осыған байланысты грануляциялық эпата бізде негізгі қызметі бұл белоктың синтезіне қатысады. Белокты синтездеп, оны транспорттап өткізіп отыруға қатысады. Яғни бұл да тоже белоктың
синтезі. Ал агрануляциялық эподі не только белок, бұл бізде липидтен бөлек көмірсу, осы липид көмірсудың синтезіне қатысады. Одан бөлек бізде агрануляциялық эподі, яғни тегіс эподі, бұл кальцийдің резервуары, яғни кальцийді жинақтайтын орын болып саналады. Және бізде бауырдың жасушалары бар, гепатоцит деген. Осы гепатоциттерде осы агрануляциялық эподі цитохром P450 деген ферментті түзуге қатысады. Цитохром P450. Цитохром P450 деген бізге, например, адам организміне препарат түседі, антибиотик түсуі мүмкін. Соған байланысты бауырда ол антибиотик ары қарай ыдырап кету керек, яғни детоксикациялық әсері болады. Соған байланысты агрануляциялық эпотының тек липид пен көмірсу ғана синтездеп қоймай, оның детоксикациялық әсер, яғни организмде болып жатқан интоксикацияны басу әсері бар екен. Детокстық әсері бар. Және айттық, біз кальцийдің резервуары орны дедік. Әсіресе ол эндоплазмалық ретикулум. Бұл бұлшықеттер жасушасының ішінде миоциттерде орналасады да. Бұл, например, нерв импульстары миоцитке келіп әсер еткен кезде миоцит жиырылу керек, ал оның жиырылуы үшін кальций керек. Ал кальций бұл осы агрануляциялық эпотының, тегіс эпотының құрамында отырады. Яғни бізде мынау мембрана болатын болса, жасушаның мембранасы болатын болса, осы жерде импульс келсе, бұл жақта жасушаның мембранасының құрамында орналасқан өткізгіш жүйелер бар. Солар арқылы сырттан кальций түседі. Одан бөлек, мына жақтағы агрануляциялық эпотының ішіндегі кальций орналасуына байланысты іштен де кальций бөлінеді. Оның кальций бөлінуіне белгілі бір белоктар әсер етеді. Яғни, мысалы, RYR деген мысалғы белоктар бар. Олардың көмегімен агрануляциялық эпотыдан кальций шығарып, қайтадан жасушаның ішінде кальцийдің деңгейі нормаға келген кезде, немесе өзінің деңгейіне жеткен кезде қайтадан кальцийді соған кіргізіп беретін, немесе мынадан кальцийді қайтадан шықпауына әсер ететін белоктар орналасады.